Үш сүзгі жайындағы тәмсіл. Бір күні әйгілі гректің ғұламасы Сократқа бір адам келіп былай депті: «Сен туралы бір досыңның не айтқанын білгің келе ме?» дейді. «Тоқтай тұр» дейді Сократ. «Әуелі айтатын нәрсеңді үш сүзгіден өткізіп алу керек». «Ол қандай үш сүзгі?» деп әлгі адам таңғала сұрапты. Сонда Сократ айтқан екен: «Ең әуелі бір нәрсені айтпас бұрын ойша үш сүзгіден өткізіп алу керек. Оның біріншісі шындық сүзгісі. Сен өзіңнің айтатын әңгімеңнің қаншалықты шындыққа жанасатынына сенімдісің бе?» деп сұрайды. Сонда әлгі кісі: «Ол жағын білмедім, мен тек естігенімді айтқым келген еді» дейді. «Олай болса, екінші сүзгіден өткізіп көрейік». Екінші сүзгі жақсылық сүзгісі. Сенің айтқалы тұрған әңгімең жақсы нәрсе ме дейді. «Жоқ, сонша жақсы нәрсе емес» дейді әлгі кісі. Ойланып тұрып: «Олай болса, үшінші сүзгіден өткізіп көрейік» деген екен Сократ. Үшінші сүзгі ол пайдалылық сүзгісі. Сенің айтқалы тұрған әңгімеңнен маған титтей де болсын пайда бар ма дейді. Яғни сенің айтқалы тұрған әңгімеңді білудің маған қажеті бар ма деп сұрайды. «Жоқ, соншама қажеті де жоқ» деп жауап берген екен әлгі кісі. Сонда Сократ тұрып былай дейді: «Сен өзіңнің айтқалы тұрған әңгімең үш түрлі сүзгіден, яғни ең әуелі шындық сүзгісінен де өткен жоқ, екінші жақсылық сүзгісінен де өткен жоқ, және үшінші пайдалылық сүзгісінен де өткен жоқ. Демек, айтпағыңның не шындығы, не пайдасы, не жақсылығы жоқ болса, оны айтудың қажеті қанша?» деп тұжырымдаған екен.